1936 жылы Индиядағы Нобель сыйлығын алған Бернард деген профессор мынандай бір сынақ жасаған. Сынақты түрмедегі өлім жазасына кескен қылмыскерге жасаған. Ол қылмыскерді орындыққа байлап, бетін жауып тастаған. Сонымен өтіріктен пышақпен қолмен аяғын кескен сияқты боп әрекет жасаған. Және де төмен жағына бір челек қойған, челектің ішіне мына суды тамшылаған. Бұл қылмыскер ойлайды, менің қаным мына челекке ағып жатыр деп ойлап қалады. Менің қаным ағып біткенде өлемін деп ойлап қалады. Бірақ бұл қылмыскерде бір тамшы қан аққан жоқ. Сөйтіп бұл қылмыскер қорқыныштан өліп кетеді. Бұл видеода мен не үшін аудардым? Мен айтайын дегенім, мысалы мына ракпен ауыратын адамдар, мына қатерлі ісікпен ауыратын адамдар, олар қатерлі ісікпен өлген жоқ. Олар қорқыныштан өліп кетті көбі. Егер дәрігерлер оларға сенде 3 ай өмірің қалды деп пәтуа берсе, мына көп адамдар қорқыныштан шынымен 3-ші айға келгенде қайтыс болып кетеді. Ол адам аурудан өлген жоқ, қорқыныштан өліп кетті. Егер біз жаман ауруға ұшырап қалсақ, көңіл күйімізді жақсы ұстау керек, қорықпау керек, аурумен күресу керек. Алла тағала бәрімізге денсаулық берсін, ауырмаңыздар.